Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл ешкімге айтылмаған сыр. Толық әңгімесін видеодан тыңдаңыз. Жүкті екенімді білген күннен бастап, жүрегім бұрынғыдай емес еді. Біртүрлі сезім, қуаныш пен үрей аралас. Айнаға қарасам, көзімде бұрынғымен жоқ. Ішімде бір өмір соғып тұр. Ал менің өз өмірім біреу қолмен жайлап қиратып жатқандай. Сол күні бәрі әдеттердей басталды. Таңертең Асқар асығыс жиналды. Көзіме тік қарамады. Бұрын ұсақ түйекке дейін айтып жүретін адам соңғы айларда тұйықталып кеткен. Телефонын үнемі өзімен бірге алып жүреді. Түнде де, душқа да, тіпті ас үйге шыққанда да. Бүгін кеш келем, жиналыс, деді қысқа ғана. Мен үндемедім. Ішімдегі сәби біртүрлі қозғалды. Сол сәт жүрегім шым етті. Күн бойы мазам қашты. Ана жүрек алдамайды дейді ғой. Бір нәрсе дұрыс емес екенін сездім. Асқардың иығынан алыстап бара жатқанымды емес, оны мені баяғыда артта қалдырғанын сезгендеймін. Кешке қарай анам хабарласты. Қызым, жағдайың қалай? Жақсы, дедім өтірік. Өзіме де, өзгеге де шындық айтуға қорқатым халге жеткенмін. Сағат 8, 9, 10. Асқар жоқ. Телефон соқсам өшірулі. Сол сәтте бір ой сап ете қалды. Бұрында келген, бірақ мен қуып жіберетінмін. Жүкті кезде жүйкеңді тоздырма деп өзімді жұбататынмын. Бұл жолы олай болмады. Мен пальтомды іліп алдында үйден шықтым. Қайда бара жатқанымды өзім де білмедім. Бірақ аяқтарым өзі алып жүрді. Оным соңғы кезде жиі баратын ауданына қарай. Түн, қала шамдары, суық жел. Жүрегім кеудеме сыймай соғып тұр. Сол кезде оны көрдім. Асқар. Жанында басқа әйел. Жас, ұзын шашты. Қолынан ұстап алған. Олар күлді. Күлді. Ал мен ішімде өмір көтеріп жүрмін. Аяғым дірілдеп кетті. Бірақ артқа шегінбедім. Олар подъезге кірді. Мен артынан. Лифт. Үнсіздік. 3-ші қабат. Есіктің жабылған дыбысы. Мен қоңырауды бастым. 1 секунд. 2. Есік ашылды. Асқардың өңі қашып кетті. Сен не істеп жүрсің? Деді ол сыбырлап. Ал артында тұрған әйел бәрін түсініп үлгерді. Менің күйеуіммен не істеп жүрсің? Дедім мен. Дауысым дірілдеді, бірақ жыламадым. Сол сәтте ішімдегі бала қатты қозғалды, ауыртып жіберді. Асқар үндемеді. Оның үнсіздігі бәрінен де ауыр соққы болды. Сол түні мен тек күйеуімді емес, өз өмірімді де жоғалттым. Бірақ ол әлі білмейтін бір шындық бар еді. Мен бұл сатқындықтан сынбаймын. Мен одан күштірек боламын. Ал ең бастысы, мен жалғыз емеспін. Сол түннен кейін үй бұрынғы үй болудан қалды. Есікті іштен жаптыңда, арқамды тіреп тұрып қалдым. Асқар кіріп келген жоқ. Ол да үндемеді. Біз бір үйде, бір ауада, бірақ екі бөтен адам секілді өмір сүріп жүрдік. Таң атты. Асқар күнде келмепті. Мен диванда ұйықтап қалғанмын. Белім ауырып тұр. Ішімдегі бала тыныш емес. Таңғы жарық перденің арасынан сығалап, бетіме тура түсті. Ас бөлмеге кірдім. Асқар отыр екен. Шашы үйпа-түйпа. Көзінің асты көгеріп кеткен. Бірақ ұялған адамға ұқсамады. Керісінше шаршаған. Әлде бәріне жалыққан. Кеше, деп бастады ол. Кеше ештеңе болған жоқ, дедім мен сөзім бөліп. Бәрі әлде қашан болған. Ол үндемеді. Мен шай қойдым. Қолым дірілдеп тұр. Қасық кесеге соғылып сыңғырлады. Ол кім? Дедім ақыры. Асқар терезеге қарады. Маңызды емес. Сол сөз жүрегіме пышақтай қадалды. Мен маңызды емеспін бе? Дедім сыбырлап. Ол жауап бермеді. Осыдан 5 жыл бұрын бәрі басқаша еді. Асқар мені жұмысқа дейін шығарып салатын. Телефонсыз 1 сағат отыра алмайтын адам еді. Қайдасың деп мазалайтын. Ал қазір? Менің жүкті екенімді білгенде де қуанышы суық болды. Уақыты келген шығар деген. Сол сөз сол кезде де ауыр тиген. Бірақ мен мән бермедім, қуандым. Бала бәрін өзгертеді деп сендім. Қателесіппін. Мен кетемін, деді ол кенет. Қайда? Біраз уақытқа. Біз бармыз ғой, дедім мен ішімді көрсетіп. Сол кезде ол маған алғаш рет тура қарады. Көзінде махаббат жоқ еді.
Мен дайын емеспін деді. Ал мен дайынмын байдым, дедім ашуға булығып. Мен жалғыз дайынмын ба? Асқар күрт орнынан тұрды. Мен шаршадым. Үнемі сенім жылауың, қорқынышың. Бұл сенім балаң, дедім дауысымды көтеріп. Ол тоқтап қалды. Мүмкін, деді де сөзін аяқтамады. Сол мүмкін бәрінен де жаман еді. Ол кеткеннен кейін үй тыныш қалды. Мен жерге отырып қалдым. Жыладым. Жүкті әйелдің жылауы басқа. Ол іштен жылайды. Балаға зиян тимесін деп тісін тістеп дыбыссыз жылайды. Телефоным шыр етті. Белгісіз нөмір. Алло? Сіз Асқардың әйелі шығарсыз, деді әйел даусы. Жүрегім зырқ ете қалды. Иә? Мен кешірім сұрағым келді. Сол дауыс. Кеше көрген әйел. Сіз жүкті екенімізді білмедім, деді ол. Ал күйеуім білді, дедім мен. Ол үнсіз қалды. Ол сізге бәрін айтады деп ойладым, деді ақырын. Мен күлдім. Ащы күлкі. Ол ешқашан ештеңе айтпайды, дедім. Телефонды өшірдім. Сол күні кешке анам келді. Үндемей құшақтады. Қызым, деді де сөзін жалғастыра алмады. Мен басымды оның иығына қойдым. Мен оны кешіре алмаймын, дедім. Кешіру міндет емес, деді анам. Өзімді сақтау міндет. Сол түні мен шешім қабылдадым. Бұл баланы мен жалғыз өсірем. Қандай қиын болса да. Асқарсыз. Бірақ мен әлі білмедім. Асқардың кетуі бұл бастамасы ғана екенін. Ал ең ауыр шындық әлі алда екенін. Асқар кеткеніне 1 апта болды. 1 апта аз уақыт сияқты. Бірақ сол 7 күнде мен 10 жылға қартайғандай болдым. Үйде оның иісі әлі бар. Киім ілгіште пальтосы тұр. Бірақ өзі жоқ. Жоқтығы барынан ауыр. Анам мені өз үйіне алып кетті. Жүкті кезде жалғыз қалмайсың, деді кесіп. Мен қарсы болған жоқпын. Күшім жоқ еді. Түнде ұйықтай алмаймын. Көзімді жұмсам, лифт, есік, Асқардың үнсіз жүзі. Тағы да сол мүмкін деген сөзі. Келесі күні күтпеген адам келді. Асқардың әпкесі, Айгүл. Біз ешқашан жақын болмағанбыз. Ол мені әрдайым салқын қабылдайтын. Бірақ сол күні түрі басқа еді. Сөйлесу керек, деді ол. Анам бізді бөлек бөлмеге кіргізді. Айгүл ұзақ үнсіз отырды. Асқар сені алдады, деді ақыры. Мен онсыз да білемін, дедім. Жоқ, сен бәрін білмейсің. Жүрегім тағы да бір жамандықты сезді. Ол бұрында кеткен, деді Айгүл. Қалай? Сенен бұрын. Бір қыз үшін. Бөлме айналып кеткендей болды. Ол саған айтпады ма? Мен басымды шайқадым. Ол қыз жүкті болған. Дүние қақ айырылды. Бала түсіп қалған, деді Айгүл. Асқар содан кейін өзгере бастады. Менің қолым ішіме еріксіз барды. Ал қазір ше, дедім. Айгүл көзін төмен салды. Қазір ол сол қорқыныштан қашып жүр. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Бұл менің кінәм емес. Бұл оның ішіндегі қорқақтық. Кешке телефон шыр етті. Асқар. 1 аптадан кейін алғаш рет. Қалайсың, деді ол. Сол сұраққа жылап жібергім келді. Бала қалай деп сұраған жоқ. Жақсы, дедім қысқа. Кездесейік. Не үшін? Сөйлесу керек. Мен келістім. Кафеде кездестік. Ол жүдеп кеткен. Бірақ көзінде өкініштен гөрі абыржу бар еді. Мен сені жоғалтқым келмейді, деді ол. Сен әлде қашан жоғалттың, дедім. Мен қателестім. Қайсысында, дедім салқын. Кеше ме әлде бұрын ба? Ол селк ете қалды. Саған айтпағаным көп, деді. Білемін. Мен әке болудан қорқамын, деді ол ақыры. Ал мен күнде соған дайындалып жүрмін, дедім. Ол үндемеді. Мен сенімен қайта бастай аламын, деді ол кенет. Бірақ бала бәрін қиындатады. Сол сәтте менің ішімде бір нәрсе үзіліп кетті. Бұл сенің балаң, дедім. Бірақ ол сенсіз де өмір сүреді. Асқар орнынан тұрды. Сен қатал боп кеттің. Мен күліп жібердім. Мен тірі қалуды үйреніп жатырмын.
Үйге келгенде әлгі әйелден тағы хабарлама келді. Асқар маған бәрін айтты. Ол сізге оралғысы келеді. Бірақ ол өзімен күресе алмай жүр. Мен жауап жаздым. Бұл күрес енді менің емес. Телефонды өшірдім. Сол түні алғаш рет баламмен сөйлестім. Біз екеуміз жетеміз дедім ішіме қарап. Ешкімге мұқтаж емеспіз. Бала қозғалды. Сол қозғалыс менің өмірімдегі ең шынайы жауап болды. Ал келесі күні күтпеген жағдай болды. Дәрігерден қоңырау түсті. Сізге тез келу керек деді ол. Неге? Тексеру нәтижелері бар. Даусы салмақты еді. Жүрегім тағы да шым етті. Мен әлі білмедім. Бұл қоңырау менің тағдырымды түбегейлі өзгертетінін. Аурухананың иісі суық, ақ қабырғалар, ұзын дәліз. Әр қадамым жүрегіммен өлшеніп жатқандай. Дәрігердің кабинетіне кіргенде қолым дірілдеп тұрды. Отырмыз деді ол байыппен. Мен отырдым. Ішімдегі бала тыныш. Бұл тыныштық мені одан сайын қорқытты. Тексеру нәтижелері бар деді дәрігер. Жүктілік қалыпты, бірақ. Сол бірақ бүкіл өмірімді тоқтатып тастағандай болды. Сіз қатты күйзелісте жүргенсіз деді ол. Бұл баланың дамуына әсер етуі мүмкін. Не істеу керек дедім дереу. Өзіңізді сақтау керек. Жүйкені, көз жасы, қорқыныш. Барлығы тікелей балаға әсер етеді. Мен басымды изедім. Бірақ қалай? Қалай тыныш боламын, егер менің өмірім күйреп жатқанда? Тағы бір нәрсе бар деді дәрігер. Алдағы айларда сізге тірек керек. Жалғыз қалуға болмайды. Мен үнсіз қалдым. Тірек. Ауруханадан шыққан соң далада ұзақ тұрдым. Күзгі жел бетімді осып өтті. Бірақ ішімде бір шешім қатайып келе жатты. Мен бұл баланы кез келген жағдайда қорғаймын. Кешке Асқар хабарласты. Дәрігерге бардым ба деді. Сол сұрақты есту күтпеген жерден соқ қалғандай болды. Иә, Не деді? Бала тірі. сол жеткілікті. Мен сенімен сөйлескім келеді. Біз сөйлестік қой. Жоқ, шын сөйлеспедік. Мен келістім. Соңғы рет. Бұл жолы ол басқа еді. Тыныш, салмақты, қорғансыз. Мен кетіп қалдым деді ол. Бірақ еш жерге сыймай жүрмін. Өйткені өзімнен қашып жүрсім дедім. Мүмкін. Сен не қалайсың, Асқар? Ол ұзақ ойланды. Мен бәрін дұрыс жасағым келеді деді. Қашан дедім. Бала туған соң ба? Әлде тағы кешігіп қалғанда ма? Ол жауап бермеді. Мен сені сүйемін деді ол кенет. Сол сөзді бұрын 1000 рет естігем, бірақ дәл сол сәтте ол бос естілді. Сүю жеткіліксіз дедім. Жауапкершілік керек. Сол күні кешке әлгі әйел Айдана қайта шықты. Ол өзі келді. Анамның үйіне. Кешіріңіз деді, табалдырықтатырып. Мен сізді ренжіту үшін келмедім. Мен үндемей тыңдадым. Асқар маған қайтып оралмайтын айтты деді ол. Бірақ мен де бір нәрсені айтуым керек. Жүрегім тағы да бір ауыр шындықты сезді. Мен де жүктедім деді ол. Бөлме суып кеткендей болды. Бірақ түсік тастадым деді ол, көз жасын тыя алмай. Ол қасымда болмады. Мен оған ұзақ қарадым. Сол сәтте мен оны жау ретінде көрмедім. Ол да мен сияқты алданған әйел еді. Бұл сенің кінәң емес дедім. Айдана жылады. Ол бәрінен қашады дедім. Бізден де, өзінен де. Түнде ұйықтай алмадым, бірақ бұл жолы жыламадым. Мен ойланып жаттым. Өмірімді қайта жинап жатқандай. Келесі күні Асқар келді, қолында құжаттар. Мен бәрін мойындаймын деді ол. Мен кетемін, бірақ балаға көмектесемін. Ақша емес дедім. Адалдық керек еді. Мен оған лайық емеспін деді ол. Сол сәтте мен алғаш рет оған аяныш сездім, бірақ махаббат емес. Сен өзіңе де, бізге де кешіктің дедім. Ол кетіп қалды. Бұл жолы бір жола. Ал мен алғаш рет жеңіл дем алдым. Кешке ішімдегі бала қатты қозғалды. Мен қолымды ішіме қойдым. Біз бастаймыз дедім сыбырлап.
жаңа өмірді. Сол сәтте мен білдім. Мен сынған жоқпын. Мен қайта туғандай болдым. Асқар кеткеннен кейін күндер біртүрлі өтіп жатты. Уақыт тоқтап қалған жоқ. Бірақ менің ішімде басқа бір өлшем басталғандай болды. Таң атады, күн батады. Ал мен әр күнді баламның қозғалысымен өлшеймін. Анан таңертең ерте тұрып ас дайындайды. Қызым, өзіңді күт дейді қайта-қайта. Мен басымды изеймін. Бірақ шын мәнінде өзімді емес, баламды ойлаймын. Жалғыз ана болу бір сәттік шешім емес екен. Бұл күн сайын таңертең қайта қабылданатын шешім. Көшеге шыққанда адамдардың көзқарасын сеземін. Кейбірі аяйды, кейбірі сымайды, кейбірі ештеңе сезбейді. Ал мен бәрінде арқалап жүрмін. Жұмыстан қоңырау шалды. Біз сізді күте алмаймыз, деді басшы. Ұзақ демалысқа кетіп барасыз. Мен ораламын, дедім. Көрерміз. Телефон тұтқасын қойған соң көзіме жас келді. Бұл баланы дүниеге әкелу тек аналық емес, күрес екен. Бір күні әлеуметтік желден Асқардың суретін көріп қалдым. Күліп тұр, жанында достары. Ал мен ішімде өмір көтеріп, түнде ұйықтай алмаймын. Қолым дірілдеп кетті. Бірақ жыламадым. Бұл жолы жылау әлсіздік емес, уақыт жоғалту секілді көрінді. Сол күні кешке күтпеген хабар келді. Асқардың анасы хабарласты. Қызым, деді ол, немеремді көргім келеді, даусы жұмсақ еді. Ол әлі туылған жоқ, дедім. Мен бәрін білемін, деді ол. Асқар қателесті, мен үнсіз қалдым. Бірақ балаға біздің де қатысымыз бар, деді ол. Сол сөз мені тоқтатты. Қатысу тек атпен емес, іспен өлшенеді, дедім. Ол ауыр күрсінді. Біз көмектесеміз. Мен ойландым. Бұл күрделі мәселе еді. Түнде түс көрдім. Өзімді айна алдында көрдім. Қолымда сәби. Ал айналамда ешкім жоқ. Бірақ мен қорықпадым. Оянғанда жүрегім тыныш еді. Бірнеше күннен кейін Асқар тағы келді. Бұл жолы басқа. Қарапайым. Кішірейгендей. Мен баланың әкесімін, деді. Бұл сөз жауапкершілікті білдірмейді, дедім. Мен қатысқым келеді, деді ол. Қалай? Ол үнсіз қалды. Сен әлі де дайын емессің, дедім. Ал сен дайынсың ба, деді ол. Мен ішіме қолымды қойдым. Мен күн сайын дайындалып жүрмін. Ол кетіп қалды, тағы да. Бірақ бұл жолы менің жүрегім ауырмады. Мен оның шешімсіздігін қабылдадым. Келесі аптада дәрігерге тағы бардым. Балаңыз жақсы дамып жатыр, деді ол. Бірақ сіз өзімізді қатты қаржытасыз. Таңдауым жоқ, дедім. Бар, деді ол. Өзімізді таңдаңыз. Сол сөз маған ой салды. Сол түні мен өзіме уәде бердім. Мен тек ана болмаймын. Мен тірі қаламын. Мен күлемін. Мен қайта тұрамын. Ал келесі күні күтпеген хабар келді. Асқар жол апатына түскен. Ауыр емес, деді. Бірақ ауруханада. Мен телефонды ұзақ ұстап тұрдым. Бармаймын деп ойладым. Бірақ ішімдегі бала қозғалды. Мен шешім қабылдадым. Бұл бару махаббат емес. Бұл нүкте қою. Аурухананың есігін итеріп кірген сәтте-ақ жүрегім ауырлап кетті. Бұл жерге мен үмітпен емес, міндетпен келдім. Асқар жатқан палата 3-ші қабатта екен. Дәлізде отырғанда ішімдегі бала баяу қозғалды. Қорықпа дегендей. Әлде қоштасуға дайындал дегендей. Есікті қақтым. Кір, деді әлсіз дауыс. Асқар төсекте жатыр. Қолында таңғыш. Беті бозарып кеткен. Бірақ тірі, сол маңызды. Сен келесін деп ойламадым, деді ол. Мен де келем деп ойламадым, дедім. Үндемей тұрдық. Ауруханадағы үнсіздік ерекше. Ол жерде адамдар шындықты жасыра алмайды. Айыптымын, деді ол кенет. Бәріне. Айып сотқа арналған сөз, дедім. Ал бізде өмір болды. Ол көзін жұмды. Мен бәрін білдірдім. Иә, дедім. Бірақ бұл мойындау кешігіп келді. Мен сені әлі де ойлаймын, деді ол ақырын. Мен оның көзіне тура қарадым. Ойлау әрекет емес, Асқар. Мен өзгеремін.
Қашан дедім. Келесі апаттан кейін бе? Ол үнсіз қалды. Сен жақсы әке бола аласың ба деп сұрадым. Ол ұзақ ойланып отырды. Білмеймін деді шындықпен. Сол бір ауыз сөз мен үшін бәрін шешті. Мен саған ренжімеймін дедім. Бірақ бірге болмаймыз. Бала ше деді ол, дауысы дірілдеп. Балаң болады дедім. Бірақ менің өмірім сенім шешімсіздігіңге тәуелді болмайды. Ол жылады. Асқарды бірінші рет жылап көрдім. Бірақ менің жүрегім қозғалған жоқ. Бұл кешіккен көз жас еді. Сен мықтысың деді ол. Мен мықты болуды таңдадым дедім. Орындықтан тұрдым. Соңғы рет келуім осы дедім. Әрі қарай бәрі қағазбен, заңмен шешіледі. Мен көмектесемін деді ол. Үміттенемін дедім. Бірақ соған сүйенбеймін. Дәлізге шыққанда көзімнен жас шықты. Бірақ бұл ауырлықтан емес. Жеңілдік еді. Үйге келген соң ұзақ ұйықтадым. Алғаш рет тыныш ұйықтадым. Түсімде өзімді көрдім. Баламды қолыма алып тұрмын. Күліп тұрмын. Қорқыныш жоқ. Келесі күндер өзгеріспен басталды. Мен құжат жинай бастадым. Жұмыспен сөйлестім. Онлайн іспен айналысуға мүмкіндік таптым. Ұсақ қадамдар. Бірақ менікі. Бір күні хат алдым. Асқардан. Мен сені ұстап қала алмадым. Бірақ сенің мықтылығыңды құрметтеймін. Балаға көмектесемін. Өзімді де емдеймін. Мен хатты жаптым. Жауап жазбадым. Бұл нүкте еді. Кешке ішімдегі бала қатты қозғалды. Біз алға барамыз дедім сыбырлап. Сол сәтте мен білдім. Мен енді құрбан емеспін. Мен анамын. Мен әйелмін. Мен тірі адаммын. Ал бірнеше аптадан кейін тағы бір жаңалық болды. Менің қолыма жаңа келісімшарт тиді. Жаңа жұмыс. Жаңа мүмкіндік. Жаңа өмірдің есігі ашылды. Жаңа жұмысқа кіріскен алғашқы апта мен үшін сынақ болды. Үйден шықпай істейтін жұмыс. Экран алдында ұзақ отыру. Ал ішінде сәби күн сайын өсіп келеді. Бел ауырады, аяқ сінеді. Бірақ мен тоқтаған жоқпын. Өйткені бұл менің тәуелсіздігім еді. Анам кейде алаңдап қарайды. Өз-өзіңді қинама дейді. Мен қашып жүрген жоқпын деймін. Мен өмір сүріп жүрмін. Кешкісін терезе алдында отырып болашақты елестетемін. Кішкентай бөлме, баланың төсегі. Таңғы иіс. Түнгі жылау. Қорқамын ба? Иә. Бірақ бұл қорқыныш тірі адамның қорқынышы. Асқар хабарласпады. Бір жағынан жеңіл. Екінші жағынан бірдеңе жетпей тұрғандай. Бірақ бұл сағыныш емес еді. Бұл үйреніп қалған дауыстың жоғалуы. 8-ші ай басталды. Дәрігер, босану жақын деді. Қорқып тұрсыз ба? Деп сұрады. Мен ойланып қалдым. Жалғыз болудан емес дедім. Әлсіз болып қалудан қорқамын. Әлсіз емессіз деді ол. Сіз тірі қалдыңыз. Сол сөз мені күшейтті. Бір күні поштадан хат алдым. Заңдық құжат. Асқар алиментке келісім беріп, баланы мойындайтынын жазыпты. Қолым дірілдеді. Бұл жауапкершіліктің алғашқы нақты қадам еді. Бірақ мен оған сүйенбедім. Сол күні кешке күтпеген қонақ келді. Айгүл, Асқардың әпкесі. Ол өзгеріп жатыр деді ол. Шынымен. Уақыт көрсетеді дедім. Ол сені әлі де жақсы көреді. Мен басымды шайқадым. Бұл маңызды емес дедім. Мен өзімді де жақсы көруді үйреніп жатырмын. Айгүл үнсіз қалды. Түнде толғақтың алғашқы белгілері басталды. Жеңіл, бірақ анық. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Анам жүгіріп келді. Уақыт келді ме? Әлі емес дедім. Бірақ ішімде бір сезім бар еді. Бұл жолы бәрі өзгеше болатынын сездім. Таңға жуық толғақ күшейді. Ауруханаға жол тарттық. Қараңғы қала. Жарық шамдар. Мен тынысымды бақылап отырдым. Мен дайынмын дедім өзіме. Ауруханада уақыт жоғалды. Сағаттар өтті. Ауырсыну күшейді. Бірақ мен берілмедім. Әр толғақта бір ой болды. Мен жалғыз емеспін. Мен анамын. Дәрігердің дауысы. Аз қалды. Мен көзімді жұмдым. Сол сәтте ішімнен бір ғана есім өтті. Баланның есімі. Сәби дауысы. Жылау. Әлемдегі ең әдемі дыбыс. Құттықтаймыз деді акушер. Мен жыладым. Бірақ бұл жолы бақыттан.
Баламды қолыма бергенде бәрі тоқтағандай болды. Кішкентай, жылы, менің. Сәлем дедім сыбырлап. Біз жеттік. Палатада жалғыз отырдым. Телефонға қарадым. Асқар хабарласты. Қабылдамадым. Бұл сәт тек біздік еді. Күн шыққанда терезеден жарық түсті. Мен балама қарап отырдым. Жаңа өмір басталды. Ал ең бастысы, бұл өмір менікі еді. Ауруханадан шыққан күн аспан ашық болды. Бірақ менің ішімде дауыл соғып тұрғандай еді. Баланы қолыма алып табалдырықтан аттаған сәтте ғана түсіндім. Енді артқа жол жоқ. Бұл жаңа өмір. Жауапкершілікпен, ұйқысыз түндермен, үнсіз қорқыныштармен бірге келген өмір. Алғашқы түн. Балам жылады. Мен абдырап қалдым. Қолым дірілдейді. Қалай істаймын? Не істеймін? Анам келіп үнсіз ғана көмектесті. Бәрі бірден болмайды, деді ол. Ана болу үйрену. Мен басымды изедім. Бірақ ішімде бір ғана ой болды. Мен бұған лайықпын ба? Күндер өтті, түндер ұзақ. Кейде шаршап отырып баламның бетіне қарасам, бәрі ұмытылады. Оның тынысы, саусақтары. Әлсіз, бірақ тірі даусы. Мен оны дүниеге әкелгеніме ешқашан өкінбедім. Асқар тағы хабарласты. Бұл жолы хабарлама жазды. Баланы көргім келеді, бір рет. Өтінемін. Мен ұзақ отырдым. Жауап жазбадым. Бірақ ойландым. Бұл мен үшін емес. Бұл бала үшін. Бір аптадан кейін кездесуге келістім. Қысқа, аурухана ауласында. Асқар келгенде түрі қатты өзгерген. Әлде менің көзім өзгерді ме, білмеймін. Ол, әдемі екен деді сыбырлап балама қарап. Ол тыныштықты жақсы көреді дедім. Мен де, деді ол. Мен оған қарадым. Кеш қалдым, Асқар. Білемін, деді ол. Бірақ қазір келдім. Кейбір нәрселерде қазір болмайды, дедім. Ол баланың қолын ұстады. Сәби саусағын қысып алды. Асқардың көзіне жас келді. Мен бәрін басынан бастағым келеді, деді ол. Бастауға болады, дедім. Бірақ бірге емес. Ол үнсіз қалды. Сен әке бола аласың, дедім. Бірақ күйеу болу басқа таңдау. Сол күні ол кетті. Қатты емес, жай ғана. Ал менің жүрегім тыныш еді. Келесі айлар өтті. Мен жаңа өмір ырғағына үйрендім. Таңғы жылау, түнгі тербетулер. Кофе суып қалады. Бірақ жүрек жылы. Жұмысымда жүріп жатты. Мен өзімді қайта таптым. Бір күні айнаға қарадым. Онда сынған әйел емес. Ана тұрды. Күшті, тірі. Телефонға тағы бір хабар келді. Бұл жолы Асқар емес. Жаңа жұмыс орнынан. Сізге жетекші қызмет ұсынамыз. Мен жымидым. Бұл менің еңбегім. Сол кеште баламды құшақтап отырып сыбырладым. Біз дұрыс жолдамыз. Ол тыныш ұйықтап жатты. Ал мен білдім. Махаббат кейде кету. Бақыт кейде жалғыз қалу. Ал күш өзіңді таңдаудан басталады. Уақыт бәрін бірде емдемейді екен. Бірақ ол ауырған жерді иретеді. Балам бір жасқа толғанда ғана мен өткенге сирек қарай бастадым. Ол алғаш жүріп кеткен күні үйдің іші күлкіге толды. Мен жыладым. Бірақ бұл әлсіздіктен емес, бұл ризашылықтан. Асқар баламен араласып жүрді, айына 1-2 рет. Тымыш, даусын көтермейді, артық сөйлемейді. Мен оған сенген жоқпын, бірақ қарсы да болмадым. Бұл баланың құқығы еді. Бір күні жұмыстан кеш қайттым. Баламды балабақшадан алып шығуға үлгермей қалдым. Есіктен шыққанда бір ер адамды көрдім. Сіз анасысыз ба? Деді ол. Иә. Мен Нұрлан, балабақша психологымын. Ол баламды қолына ұстап тұр екен. Балам тыныш. Оған қарап күліп тұр. Сол сәт менің ішімде бір нәрсе жылыды. Келесі күндері біз жиі сөйлесетін болдық. Қысқа, жай, балалар туралы, өмір туралы. Ол артық сұрақ қоймады, мен де. Бірде ол айтты. Сіз шаршаған сияқтысыз. Шаршау менің қалыпты күйім, дедім. Бірақ көздеріміз тірі, деді ол. Сол сөз жүрегіме тиіп кетті. Бір күні Асқар хабарласты. Сен басқа біреумен жүріп жатырсың ба? Деді. Бұл енді сенім сұрағың емес, дедім. Ол үнсіз қалды. Мен кешігіп қалдым ба? Деді ол ақыры. Мен ойланып қалдым.
Сен өз уақытымда болмадым, дедім. Нұрлан бір күні кофе ішуге шақырды. Бұл танысу емес, деді ол. Әңгіме ғана. Мен келістім. Кофеханада отырдық. Жарық, тыныш. Сіз күштісіз, деді ол. Мені бәрі солай айтады, дедім. Бірақ ешкім ол күштім қалай келгенін сұрамайды. Ол басын изеді. Айтқыңыз келсе тыңдаймын. Мен бәрін айттым. Ол бөлмеді. Үйге қайтқанда мен жеңіл дем алдым. Бұл махаббат емес еді, бірақ бұл құрмет еді. Түнде баламды ұйықтатып жатып ойладым. Мен қайта сезіне аламын ба? Қорықтым. Бірақ қашпадым. Келесі аптада Нұрлан балама кітап әкелді. Жай ғана, деді. Балам күліп алды. Мен де. Ал Асқар сол күні тағы келді. Мен сені қайтарғым келеді, деді ол. Мен көзіме жас алып күлдім. Сен мені енді таба алмайсың, дедім. Мен басқа адаммын. Ол үнсіз кетті. Бұл жолы бір жола. Ал мен үйге кіріп баламды құшақтадым. Жүрегім тыныш еді. Бірақ бір жерінде жылу пайда болды. Бұл жаңа бастаманың белгісі еді. Күз күтпеген жерден суық келді. Балам сол аптада алғаш рет қатты ауырып қалды. Түн ортасында денесі ысып, тынысы ауырлай бастады. Мен абдырап қалдым. Қолым дірілдеп, термометрді қайта-қайта тексердім. Жарайды, бәрі жақсы болады деп өзімді өзім жұбаттым. Бірақ ананың жүрегі алдамайды екен. Жедел жәрдем шақырдық. Аурухана, ақ жарық, баланың жыласы. Сол сәтте менің бүкіл әлемім бір нүктеге жиналды. Дәрігер, уайымдамаңыз, деді. Уақытында әкелдіңіз. Мен орындыққа отыра кеттім. Көз жасым еріксіз ақты. Сол кезде біреу иығыма қолым қойды. Нұрлан. Мен осындамын, деді ол, жай ғана. Мен сұрамадым. Ол өзі келген. Бұл мен үшін көп нәрсе білдірді. Асқар да білді. Қайдан екенін білмеймін, бірақ ол да келді. Палата алдында үшеуміз тұрдық. Үнсіздік. Мен әкесімін, деді Асқар. Бұл жерде атақтың маңызы жоқ, дедім. Бұл жерде баланың амандығы маңызды. Нұрлан үндемеді, бірақ ол кетпеді. Түн ұзақ болды. Мен баламның қасында отырдым. Асқар сыртта жүрді. Нұрлан су әкеліп тұрды, дәрігермен сөйлесті, анамды хабардар етті. Сол сәтте мен бәрін түсіндім. Жауапкершілік сөз емес, әрекет. Таң ата дәрігер жақсы жаңалық айтты. Қауіп жоқ, мен жылап жібердім. Бірақ бұл жолы шүкіршілік жас еді. Асқар жақындады. Мен бәрін түсіргім келеді, деді ол. Қашан, дедім шаршаған дауыспен. Бала ауыр жатқанда да кешіктім. Мен де келдім ғой, деді ол. Мен Нұрланға қарадым. Кейбіреулер шақырмай-ақ келеді, дедім. Асқардың жүзі өзгерді. Сен оны таңдайсың ба, деді ол. Мен ойланып қалдым. Мен өзімді таңдаймын, дедім. Сол күні Асқар кетті, ренжіп емес, жеңілгенін түсініп. Балам бір аптада сауығып шықты. Үйге оралғанда бәрі басқа сияқты көрінді. Мен де. Нұрлан асықтырмады. Сен дайын болмауың мүмкін, деді. Мен қорқамын, дедім, шындықты жасырып қалмай. Қорықпау махаббат емес, деді ол. Қашпау махаббат. Кешке балам ұйықтап қалды. Мен терезе алдында тұрдым, өміріме қарап, өткенге емес, алдында тұрған жолға. Мен бір қадам жасадым, бірақ жүгірмедім. Бұл менің ең дұрыс таңдауым еді. Бір жыл өтті, бала өсіп, өз әлемін аша бастады, ал мен жаңа өмірге үйреніп үлгердім. Нұрланмен қарым-қатынасымыз баяу дамып жатты. Бір-бірімізге сенімсіздікпен қарайтын кездер болды. Бірақ баламен араласқан сайын бұл сенім тереңдей берді. Ол әдемі күледі, деді Нұрлан бір кеште. Сені көргенде ғана. Мен күліп жібердім. Күлімсіреуім шынымен де жүрегіме шыққан алғашқы күлкі болды. Бір күні бала алғашқы сөзін айтты. Әке, деді кішкентай дауыспен. Менің жүрегім жарылып кеткендей болды. Бұл сөз Асқарға қатысты емес еді. Бұл баламның әлеміндегі алғашқы байланыс. Нұрлан жанымда тұрды. Оның көзіне қуаныш ұялады. Көрдіңіз бе, деді ол сыбырлап. Сіз бәрін дұрыс жасадыңыз. Мен оны қысып қойдым. Бұл махаббат емес еді. Бұл құрмет пен сенімнің көрінісі. Сол аптаның соңында Асқар тағы хабарласты. Мен бәрін түзегім келеді, деді дауысы дірілдеп.
Мен ұзақ ойланып қалдым. Сен біздің өмірімізден тыссың, дедім ақырын. Бала да, мен де өз жолымызды таптық. Мен бәрін мойындаймын, деді ол. Бірақ енді кеш. Сол сөздің соңында мен өзімді жеңгендей сездім. Ешқандай өкініш жоқ еді. Күзге қараған кезде Нұрлан мені бір демалысқа шақырды. Күтіп отырмын, деді ол күлімсіреп. Мен баламды қолыма алдым. Оның кішкентай қолы саусағымды қысып тұр. Біздің жолымыз жаңа ғана басталды, дедім сыбырлап. Сол кезде мен түсіндім. Мен тек ана ғана емес, өз өмірімнің иесімін. Жаңа жыл келгенде бала алғашқы жаңа жылдық шыршаны безендірді. Кішкентай қолымен әдемі жапсырмаларды қойды. Мен күліп, ішкі тыныштық сездім. Өткеннің ауыртпалығы артта қалды. Нұрлан жанымда отырды. Біз бір-бірімізге қарап, еш нәрсе айтпадық. Қажет те емес еді. Барлығы өз орнында. Сол түні терезе алдында тұрғанда мен балаға қарап сыбырладым. Біз тірі қалдық. Біз бірге боламыз. Біз мықтымыз. Бала тыныш ұйықтап жатыр. Мен алғашқы рет шынайы тыныштық сездім. Өткеннің ауыртпалығы артта. Болашақ қолда. Күн көтеріліп, жаңа таң жылтыр сәулесін тереземнен сыйлады. Бала кішкентай қолмен оянып, менің бетіме қарады. Күлкісі мен жүрегімді жылытып, жаңа күнге үміт сыйлады. Ана, деді ол мейірлене. Мен оған құшақ аштым. Иә, менің кішкентайым, біз бірге боламыз. Бұл сәтте мен түсіндім. Мен тек ана ғана емес, өз өмірінің иесімін. Өз таңдауларының нәтижесінде өзімді толыққанды сезінемін. Нұрлан жанымда тұрды. Біз бірге болдық. Бірақ бәрі әлі жаңа. Біз бір-бірімізге асықпай қарадық. Сенім мен құрмет жаңа бастаманың негізі болды. Ол әдемі, деді ол балаға қарап. Иә, дедім күліп. Ол біздің өміріміздің ең үлкен сыйы. Біз бір-бірімізге қарап ештеңе айтпадық. Сөздің қажеті жоқ еді. Көздеріміз бәрін жеткізді.